еш уақытта мынандай адамдармен дос болма. Бірінші, саған өтірік айтатындармен. Екінші, сені пайдаланатындармен. Үшінші, сенің күшті жақтарыңды емес, әлсіз тұстарыңа ғана назар аударатын. Болады ғой ондай өмірде. Мысалы, сен бір нәрсені жасасаң, оның қаншама жақсылықтары бар, оның ішіндегі бір кішкентай бір ғана бір көзге көрінбейтін, көрінер көрінбес бір әлсіз тұстары кетеді ғой, минусы кетеді ғой ішіндегі. Именно соны көріп қоятын, соған назар аударатын адамдармен. Содан кейін мынау сыртыңнан сені жамандайтын адамдармен әсте дос болма. Одан кейін бесінші, саған ешқашан алғыс айтпайтындармен. Ол саған алғыс айтпайды. Ол солай деп ойлайды, солай болу керек. Сен оның бір жұмысын істеп бердің ба, бір көмектестің ба қиналған кезде, ол саған алғыс айтпайды. Ол демек солай ойлайды, солай болу керек, ол міндетті деп, солай деп түсініп алады. Ондай адамдармен де дос болма. Одан кейін алтыншы, сені төмендететіндермен. Ондай да адамдар көп қой өмірде. Достар мысалы, елдің алдында сенің қатеңді түзеп отырады, солай емес пе? Елдің алдында түзейді сенің қатеңді. Шын дос еш уақытта адамдардың алдында сенің қатеңді түземейді. Шын дос еш уақытта адамдардың алдында саған ақыл айтпайды. По-любому бәрібір сені ақтап алып шығады. Әйтіп бүйтіп жақсылықтарыңды көбірек айтып, бірдеңе қылып ақтап алып шығады. Содан кейін былай шыққаннан кейін сыбырлап өзің айтуы мүмкін. Әй, сенің негізі мынауың қате болып кетті негізі. Сол жерің дұрыс болмады сенің негізі деп сенің өзіңе ғана айтады. Ондай кезде. Міне, тура осындай 6 түрлі адаммен еш уақытта дос болма. Өмір тым қысқа. Айналаңда сені тек биікке көтеретін адамдар болсын. Сондай адамдармен ғана дос бол. Сонан соң ешкімге басыңа шығуға мүмкіндік берме. Себебі бір адам басыңа шықса, оның соңында жүздеген адам кезекте тұрады. Сондықтан ешкім басыма шықсын демесең, қатты еңкейме. Егер сенің достарың аз болса, демек сен өмірден үлкен сабақ алғансың. Сонан соң мынандай адамдардан сақ бол. Арсыздықты батылдық деп ойлайтындардан, ал жұмсақтықты қорқақтықпен шатастыратындардан, көп сөйлегенді дана дейтіндерден, үнсіздерді надан деп ойлайтындардан сақ бол.